География пәні сабақтың тақырыбы климаттық белдеулер. Жер бетіндегі климаттық жағдайлар географиялық ендіктерге тікелей байланысты. Жердің климаттық аудандарға бөлу жалпы климаттық жағдайлар біршама жақын белдемдерге және аймақтарға бөлуге негізделген. Белгілі климат зерттеуші ғалым Алисов жер шарында бір-бірінен температура жағдайлары және ауа массаларының қасиеттері мен әсер ету аймақтары арқылы айырмашылық жасайтын 13 климаттық белдеуді ажыратқан. Жер шарында 7 негізгі 6 аралық белдеу бар. Негізгі географиялық белдеулерге экваторлық, тропиктік, қоңыржай, полярлық белдеулер жатады. Жердің жоғарғы ендіктерінде негізгі географиялық белдеулердің аралықтарын өтпелі белдеулер бөліп жатады. Өтпелі белдеулерге суб, латынша кіші таяу деген сөз қосылып айтылады. Өтпелі белдеулер субэкваторлық белдеу, экваторлық белдеу мен тропиктік белдеу аралығында, субтропиктік белдеу тропиктік белдеу мен қоңыржай белдеу аралығында, субполярлық белдеу қоңыржай белдеу мен полярлық белдеу аралығында орналасқан. Жоғарыда аталған негізгі және өтпелі климаттық белдеулердің орны мен шекаралары параллельдер бойына сәйкес келмейді. Олар бірде солтүстікте, бірде оңтүстікке ауытқып отырады. Бұл климат құрушы факторлардың әсер ету дәрежесіне байланысты. Аса маңызды климат қалыптастырушы факторларға географиялық ендік немесе күннің көкжиектен биіктігі, ауа массалары, жер беттері, мұхиттар мен ондағы ағыстар, жердің төсеніш бетінің сипаты және тағы басқа жатады. Енді әр климаттық белдеуге жеке сипаттама беріледі. Ең бірінші экваторлық белдеу. Экватордың екі жағын бойлап 5-8 градус солтүстік ендіктен 4-11 градус оңтүстік ендікке дейін созылып жатыр. Белдеудің климат жағдайлары жыл маусымдарына бөлінбей, температура бүкіл жыл бойы біркелкі таралуымен ерекшеленеді. Мұнда жыл бойы ыстық және ылғалды. Қаңтар айының орташа температурасы плюс 24 градус. Жылдық жауын-шашын мөлшері 2000-3000 мм шамасында. Жылу мен ылғалдың молдығы өсімдіктердің қаулап өсуіне, сан алуан жануарлардың мекендеуіне қолайлы. Экваторлық орманда 1 гектар жерде ағаштың жүздеген түрі кездеседі. Ең биік ағаштары 50-60 метрге дейін барады. Экваторлық ұдайы ылғалды ормандарда түрлі пальма, діні қатты темір ағаш, жемісі тамаққа пайдаланатын нан ағашы, шоколад ағашы өседі. Экваторлық белдеудегі ормандарда тіршілік ететін жануарлар ағаштарда тіршілік етуге бейімделген. Оларға маймылдар, лемурлар, жалқаулар жатады. Сонымен қатар тапирлер, мүйізтұмсықтар, наубайшылар мен бегемоттар мекендейді. Келесі тропиктік белдеу. Солтүстік және оңтүстік жартышардағы субтропиктік және субэкваторлық белдеулер аралығындағы табиғи географиялық аудан. Негізінен 20-30 градус солтүстік ендік және оңтүстік ендік аралығында қамтиды. Мұнда жазда ауа массаларының температурасы өте жоғары, қыста салқынырақ. Әсіресе мұндай климаттық жағдай ішкі континенттік бөліктерге тән. Ондағы орташа айлық температура амплитудасы 20 градус шамасында, тәуліктік ауытқу 40 градусқа дейін жетеді. Тропиктік белдеулерде аймағында мұхиттардан келетін муссондар мен пассаттар әсерінен ылғалдылық өте жоғары. Жылдық жауын-шашын мөлшері 1000-2000 мм, өзендерінің суы мол. Шөлейттер шөлдер саванналарға, жапырағын тастайтын мәңгі жасыл ормандарға ауысады. Құрлықтардың батыс және орталық бөліктері көбіне жайылымды мал шаруашылығы, суармалы егістік орталығы, плантациялық шаруашылығы, күріш, цитрус, құрма, ананас, тағы басқа тропиктік, субтропиктік дақылдар дамыған. Белдеудің батыс жағалық бөліктерінде климаттық жағдай мүлде өзгеше. Ауа температурасы төмен 18-20 градус, жылдық жауын-шашын мөлшері 100 мм. Тропиктік белдеуде жер шарындағы аса ірі континенттік шөлдер Сахара, Арабия, Калахари, Виктория шөлдері орналасқан. Келесі қоңыржай белдеу. Қоңыржай белдеу ең ауқымды белдеулердің бірі.
Солтүстік пен оңтүстік жартышарлардағы 40-60 параллель арасын қамтиды. Қоныржай белдеудің басты ерекшелігі маусымды болуы. Екі негізі қыс пен жаз, екі аралық көктем мен күз. Ең суық айдың температурасы әдетте 0 градустан төмен, ал ең жылы айдың температурасы +15 градустан жоғары. Қыста қоныржай белдеуде тұрақты қар жамылғысы болуымен сипатталады. Қоныржай белдеудің көпшілігінде жауын-шашын мөлшері 500-800 мм. Қоныржай климат қысы мен жазы қасиеттер бойынша әртүрлі. Әдетте келесі климат типтеріне бөлінеді. Олар теңіздік, қоныржай континентті, шұғыл континентті және муссондық. Қоныржай белдеуде ағаш типті өсімдіктер өсуіне жағдай жасалған. Тайгада тек қана қылқан жапырақты ағаштарды кездестіруге болады. Жануарларына келетін болсақ, зубр, бұлан, марал, елік, жыртқыш аңдардан құс, қоңыр аю, қабан тіршілік етеді. Қиыр шығыста қорғауға алынған ірі жыртқыш уссури жолбарысы сақталған. Келесі арктикалық және антарктикалық белдеу. Солтүстік полюс төңірегінде арктикалық, оңтүстік полюс төңірегінде антарктикалық белдеу деп аталады. Екеуіне де жаппай мұз басып жатыр. Климат жағдайлары өте қатаң. Арктикалық белдеудің 2-3 апта ғана созылатын жаз маусымы кезінде ауаның температурасы 0 градустан сәл ғана асады. Қыста ол 30-40 градустан түспей қақаған аяз болып тұрады. Антарктиданың климаты одан да қатал. Онда жер шарындағы ең төменгі температура -88,3 градусқа дейін байқалған. Арктикалық және антарктикалық белдеулер мұзды шөл зонасына жатады. Жануарлардың тіршілігі тек теңізбен байланысқан. Солтүстік мұзды мұхитта тек морж бен ағаю жүреді. Антарктикалық белдеуде пингвиннің тіршілігі материк жағалауындағы сумен байланысты. Жазда мұзда босаған аз ғана жерде қына мен аздаған бүк шығады. Келесі өтпелі белдеулерге тоқталамыз. Ең бірінші субтропиктік белдеу. Тропик пен қоңыржай белдеудің арасындағы белдеулер, яғни тропикке таяу зоналарды айтады. Субтропиктік белдеудің жазы тропиктік белдеуге өте ұқсас. Антициклондық режим басым болады. Тропиктік белдеуге қарағанда субтропикте күн жылуын 20%-дай аз алады. Сондықтан климаттың маусымдық сипаты айқынырақ байқалады. Қыс кезінде циклонды әрекеттер жиі қайталанады. Белдеу бойынша батыстан шығысқа жүрген сайын климаттың ішкі айырмашылықтары күшейеді. Батыс жағалық бөліктерге жазы құрғақ, қысы ылғалды болатын субтропиктік жерорта теңіздік климат сипаты тән. Құрлық ішіне енген сайын климат континентті сипат алады. Материктердің батыс жағалауында климат муссондық сипатқа ауысады. Қысы салыстырмалы түрде озық әрі құрғақ, ал жазы ыстық ылғалды болып келеді. Келесі өтпелі белдеу субэкваторлық белдеу. Экваторға жалғасып жатқан екі жарты шардың шамамен 5-20 градус ендіктер аралығын алып жатыр. Географиялық орнына байланысты температуралық режимі экваторлық белдеуден аса үлкен айырмашылық жасамайды. Температура жыл ішінде 2 рет жоғарылап, 2 рет салыстырмалы түрде төмендейді. Қысы мен жаздың температура айырмашылығы 5 градусқа дейін жетеді. Әсіресе бұл айырмашылық құрлық үстінде айқынырақ байқалады. Ауа массаларының жыл ішінде алмасуына байланысты субэкваторлық белдеудің жазы экваторлық белдеуге, қысы тропиктік белдеуге ұқсас. Өйткені жазда экваторлық муссондар аса мол ылғал, қыста құрлық үстінен соғатын тропиктік муссон құрғақ ауа әкеледі. Сол себепті жазы ылғалды, қысы салыстырмалы түрде құрғақ болады. Осы ерекшеліктеріне байланысты субэкваторлық белдеу климатын экваторлық немесе тропиктік муссондық климат деп атайды. Жауын-шашынның жылдық мөлшері көбінесе 2000 мм-ден аспайды. Келесі өтпелі белдеу субарктикалық белдеу. Субарктика солтүстік жартышардағы арктикалық және қоңыржай белдеу аралығындағы аймақ. Субарктикалық белдеу тундра, орманды тундра белдемдерін қамтиды. Климаты суық, құрлықтар Евразия мен Солтүстік Американың солтүстігі және аралдарда қаңтар айының орташа температурасы -5-40 градус шамасында, шілдеде 5-12 градусқа дейін жетеді. Жылдық жауын-шашын мөлшері 300-500 мм. Атмосфералық жауын-шашын негізінен қар күйінде түседі. Қар жамылғысы 7-8 айға дейін жатады. Жер бедерінде көп жылдық тон және онымен байланысты жер бедері тараған, күшті батпақтанған. Қыста мұхиттың едәуір бөлігі қатады. Мұхит суының температурасы жыл бойы төмен,
Онда планктондар, балықтар, тағы басқа теңіз жануарлары көптеп кездеседі. Назарларыңызға рахмет.